Өткен іс ойға күңгірт, көзге танық, көрмесе де білгенге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық. Әнет бабаң арғынның ел ағасы, әрі би, әрі молда ғұламасы, орта жүзге үлгі айтқан әділ екен, сол кезде 95-ке келген жасы. Кішік деген бабаңның өз атасы, Мәмбетей ол күшіктің бір ағасы, Мәмбет сопы кішіктің шешесі бір, қадаған Тұрсын ханның қаншасы. Біздің жетінші атамыз Әйтек деген, бабаңның бір туысқан інісі екен. Әйтектің бәйбішеден жалғыз олжай, тоқалынан бәйбөрі қалқаманмен. Бәкең деп атап кеткен бай-бөріні, бұл сөзім ертек емес сөздің шыны, бір қыз үшін қалқаман елден кеткен, соның жайын айтайын, тыңдам не. Мәмбетей өсіп өнді бара-бара, сол топтан бір бай шықты жеке дара, сол байдың 15 жасар қызы Мамыр, әрі сұлу, әрі есті еркек шора. Онан басқа бала жоқ әлгі байда, оны қыз деп еш адам айту қайда, байдың көңілі жабырқап қалама деп, жұрт жүрді құда болам дей алмайды. Қалқаман қыз айттырмай жүреді екен, Мамырды жас күнінен біледі екен, асықтығын айта алмай іштен жанып, құрбымыз деп құр ойнап күледі екен. Мамыр жылқы бағады күндіз барып, тымақ киіп, қолына құрық алып, Қалқаман Мамыр менен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіпті кез боп қалып. Жігіт сонда қызға өзін сүйдірмекке, асық болса оны да күйдірмекке, жұмбақ мысал сықылды бір сөз айтты, көңіліндегі мақсұтын түйдірмекке. Әй Мамыр, адамды Алла жаратыпты, Хауа-ананы адамға қаратыпты, бірін еркек, біреуін әйел қылып, екеуінен көп жанды таратыпты. Құдай неге қылмаған адамды тақ, балаларын өзінен өсіріп ақ, Хауаны жаратудан мақсаты не? Сол арасын білуге ақылым шақ. Әй Қалқаман, теңі жоқ Құдай жалғыз, мұқтаж емес жолдасқа тіпті армансыз, адамзатқа көмексіз, махаббатсыз, өмір қызық дегенді естен қалғыз. Жоқ болса махаббатлы бір сүйгенің, ойлашы керегі не дүниенің, сүйсін, жолдас болсын деп жаратты Алла, бұл туралы білгенім осы менің. Тауып айттың Мамыржан ұқтым жайын, сөйтсе дағы бір сөзім дайын. Махаббатлы жарым жоқ, жәрдемшім жоқ, өлейін бе, қайтейін, кімге айтайын. Қалқаманның мақсұтын Мамыр білді, аз ойланып үндемей сабыр қылды. Жылы жүрек өзіне жар тапқандай, тыншымады, тулады, жүз құбылды. Қызарды бір ағарды байдың қызы, бетке шықпай тұрама жүрек ізі, іші ыстық, сыртқы дене суық тартып, салқын термен мөлдіреп нұрлы жүзі. Аздан соң Мамыр айтты: әй Қалқаман, байқадым сөз аяғы бізге таман, қазір жауап берерлік уақытым емес, сөйтсе дағы үміт үзіп өлмек жаман. Мұны айтып амандасып Мамыр кетті, күн сайын Қалқаманнан сабыр кетті. Мамыр бүгін қыздарша киінді деп, Қалқаманға бір күні хабар жетті. Қуанды атқан оғым тиді ме деп, мен үшін қыз киімін киді ме деп, қауіп шіркін тағы да ойлатады, менен басқа біреуді сүйді ме деп. Ол күнде жерге талас қазақ қалмақ, атысып ауыл шауып жылқыны алмақ, бір соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықтының бәрі де тойға бармақ. Той қылған орта жүзде Сәмеке хан, жиылды той болған соң бір талай жан, бәйбіше, бай, үлкендер сонда кетіп, жас жігіт қыз келіншек үйде қалған. Қазақта бастан деген бір ырым бар, мал сойып жастар ойнап бір жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға келді, азар болса бір тоқты шығын шығар. Сойғызды Мамыр сонда тоқтына кеп, ойнады қыз бозбала етінен жеп. Оңашада Қалқаман Мамыр қызға, ымдады бір жауабың болмай ма деп.
Айтса да қыздан жауап үміт етіп, естпеген кісі боп қалды кетіп. Сөйтсе дағы сондағы айтқан сөзі мынау, еш адамға елеусіз өлеңдетіп. Ауылымның күнбатысы қалың қамыс, бүрсігіннен арғы күн болады алыс. Жас кісіде бар болса жігер намыс, болып кетіп жүрмесін жатпен таныс. Солайша жауап берді қалқаманға, бұл сөзі байқалмады басқа жанға. Бүрсігіні қамыстан жолықпасаң, мен саған жоқ деді ғой байқағанға. Қалқаман оймен шешті қыздың сөзін, таптым деп шешуінің анық өзін. Бүрсігіні күн бата сол қамысқа, келіп кірді сол ғой деп айтқан сөзін. Ел жатақ қызда келді шоқ қамысқа, қалқаман айтты сонда көз танысқа. Бүгін кешке осынан жолықпасаң, кетемін деп неге айттың тіпті алысқа. Әй қалқаман аңғалсың аңқылдаған, бір жолата келген жоқ мамыр саған. Тағдыр бізді қоспады айып етпе, ертең құда түседі біреу маған. Кеше білдім төбемнен ұрғандығын, құдалықтың даптайын тұрғандығын. Бүрсігіннен кешіксең жауап жоқ деп, сол еді сөз ишарат қылғандығым. Әке берсе қыз болмас кімге қатын, қайтейін сенде-ақ еді махаббатым. Еркекше киімімнен ұялам деп, уақыт өтті сол болды қатты оғадым. Алдыңа кешу сұрай келіп тұрмын, көзге тірі болсам да өліп тұрмын. Қалқаман осы саған қоштасқаным, денем демес жанымды беріп тұрмын. Әй мәмір, бұл іс оңай алдамасаң, зорлық жоқ өзің сүйіп таңдамасаң, ер жеткен қыз еркімен ерге барар, молдалардан естім әлде қашан. Мамырау, мен сүйсең кетпе жатқа, Құдайға хақ сөзім жөн шариғатқа. Басы бабаң, аяғы шала молда, бәріне анық оқыған жамағатқа. Қалқаман, рас болса айтқан сөзің, сен үшін келіп тұрмын көрді көзің. Сүйген жарым, сүйенген жақыным сен, не қылсаң да біле бер мейлің өзің. Олай болса кетейін қазір әл, тұрсақ жазым болармыз қапы қалып. Азар болса мал алар адам алмас, тобықтыны жиярмын бара салып. Қыз алған жоқ жақыннан тобықты әзір, өлтірем деп жүрмесін бізді қазір. Өзімді аяп тұрғам жоқ сізді аяймын, сен сау болсаң боларым мен ақ нәзір. Мамырау, айтып тұрсың әлденені, шариғат қосады екен немерені. Қайғойлап жаман ырым айта берме, алаңсыз сүйген болсаң анық мені. Мамыр айтты, мен сізсіз тұра тұрман, үш қайырдым сөзіңді мен ан тұрған. Бір Құдайға сыйынып алда жөнел, жолында өлсем разымын жаным құрбан. Алдандырдым мен сізді сөзбенен құр, тәуекел деп Аллаға тез жылдам жүр. Заман қандай болар деп дайындап ем, боз жорға атым белдеуде ерттеулі тұр. Мінді де екі ғашық кетіп қалды, ауылға бір сағатта жетіп барды. Не де болса қылдым деп бір жұмысты, бара сала Олжайға кісі салды. Олжай барды бабаңа түн ішінде, қысылы шаңдық бар еді жүрісінде. Бабаң басын көтеріп Олжайға айтты, неге келдің, асыққан жұмысың не? Қалқаман қашып келді мамырды алып, қапы болдық өзгеміз білмей қалып. Алыс жерге кетсін бе, тоқтасын ба, ақыл сұрай келіп ем сізге салып. Бабаң мұны естіп қайғы жеді, бір жаман түс көріп ем бүгін деді. Бітімсіз іс кез болып қалар ма екен, Көкенайдың несі қатаң еді. Көкенай Мәмбетайдың бастаушысы, өзі батыр мінезі қатты кісі. Сол кісінің алдынан тараушы еді, бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы. Бабаң айтты, кете алмас бір жас бала, тобықтыға хабар қыл бара сала. Болар іс болған шығар малтаяма, өз оңдасын ақырын қақта қала. Тобықты қанжығалы бәсентиін, атығай қарауылмен бәрі жиын. Бабаң хабар айтқан соң ел жиылды, сөйтсе сөз аяғы болды қиын. Мәмбетай жатып алды ырық бермей, қалың мал ал үмбіт деген сөзге келмей. Қалқаман мен мамырды өлтірмесе, кетеміз деп бабаңды тіпті көрмей.
Бабаң айтты, өлтірер жұмыс емес, таспен атып өлтірмек бұл іс емес. Біреудің некелісін бұзбаған соң, қанына ортақ болу дұрыс емес. Көкенай тағы көнбей жатып алды. Бітім болмай неше күн жұрт сандалды. Қалқамамен мамырдың дауындай деп, махал болып бұл елге сонан қалды. Бітім болмай созылды сөз аяғы, белгісіз кімнің соры, кімнің бағы. Бір күні төркініне амандаса, мамыр келді, тағдыр ғой ол баяғы. Көкенай бітпей жүрген сөзді ұзартып, сол күні келген екен аңнан қайтып. Анау бір топ жаяу кім деп сұраса, ол мамыр деп бір қойшы қойған айтып. Ести сала садағын қолына алды, мамырдан аулақ жүр деп айғай салды. Ұялмай жүз қараның жүргенін деп, аямай дәл жүректен атып салды. Бүкшиіп, иман айтып, қан қашып, қолтығын қолыменен тұрды басып, бейшара бір-екі ауыз тілге келді, өзін атқан кісімен арыздасып. Көкенай, қарғамаймын сөзіме бақ, ісім жөн бір Құдайға көңілім қақ, мойныңа менің қаным қалал болсын, болма енді қалқаманның қанын ортақ. Екі хан ауыр болар бір өзіңе, сүйсінбе бұл рақымсыз мінезіңе, айырған екі асықты оңа мекен, деп тұрсың алғыс айтар кім өзіңе. Тілегім келді орныңа, арманым жоқ, артында қалқаманның қалғаным жоқ. Мені сен өлтіргенмен жарамайсың, жазармайсың, сөйткенмен жас жанымды алғаның жоқ. Қалқаман аман бол деп көзін ашты, Алла деп алақанмен бетін басты, қоштасып қасындағы қатындармен опасыз бұл жалғанға амандасты. Көкенай жиды барып, Мәмбетейді, өлтірдім тентегімді өзім дейді. Бабаңа кісі салды, дамыл бермей, ол неге қалқаманды өлтірмейді. Жақыным қызымды алды ұрнамаймын, қорлыққа тартып алған шыдамаймын. Егерде қалқаманды тірі қойса, ел болып кішікпен бас құрамаймын. Уа Алла, біз кетеміз қазір ауып, менен басқа туысқан алсын тауып. Бұл хабар тобықтыға жеткеннен соң, сөзінен елдің бәрі қалды қауіп. Бабаң айтты, ел бітпес оныменен, жүрелік шариғаттың жолыменен, бір еркек бір қатынның құнын алсын, Мәмбетей разы болсын сонымен. Көнбеді Мәмбетейлер оған тағы, ауамыз біз болсақ деп қорқылмағы. Әнет бабаң әділет қылмаған соң, көз көрмеске жат болып кеттік тағы. Көп берген түкке тұрмай қалың малы, ем болмады жалынып айтқан жалы. Тобықты осы сөзге қақ бөлініп, болысты Мәмбетейге қанжығалы. Әй баба, тәңірге аян адалысың, сөйтсе де ел бөлінер бір балы үшін. Болған соң қазақта жау, қалмақта жау, бұл елдің обалына қалмаймысың? Болсын да Мәмбетейдің бір айтқаны, еркек тоқты құрбандық деген қаны. Қалқаман тобықты үшін жанды қиса, кетпей ме шахид болып оның жаны. Сол сөзге аударылды жұрттың бәрі, не қылсын көп наданға жалғыз кәрі. Кеселі көпке болып жүрмегей деп, бабаңның шын кейіген шықты зары. Салған соң өңкей надан көптік күшке, қалыпты қайран бабаң қиын іске. Бір Алла өзің аян жүрегім деп, байлапты өлтірмекке ертең түсте. Бабаңның нұр жүрегі болды мұздай, жазасыз жасқа ешкімнің қаны қызбай. Мысалы көз алдында тұрған жоқ па, қойдыңдар абайға да не қылғызбай. Аллаға бабаң сонда сыйыныпты, аққан тер нұр жүзіне құйылыпты. Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін, Көкенай сонда атсын деп бұйырыпты. Өлтірсе оғы тисе өзі атқан жол, аман кетсе түкте жоқ бітімі сол. Мәмбетей шуылдады разымыз деп, осыған тамам арғын басыпты қол. Көкенай құлдық деді бұл билікке, Мәмбетей шығып тұрды бір биікке. Мінгізді қалқаманды алып келіп, дейтұғын арда күрең бір жүйрікке. Төгілді көзден жасы көрген жанның, шолағын қарай көр деп бұжалғанның. Жиналған көп қауымға қарап тұрып, қоштасқан сөзі мынау қалқаманның. Әй жұртым, мен өлемін, сендер қалдың, орнына бауыздадың айтқан малдың. Өз бауырын оққа байлап өлтірді деп,
қалдыңдар обалына мына шалдың. Назасы нахақ жастың қате кетпес, деймісің қалмақ сені тентіретпес, мамырдан қалған жанның керегіне, ісім-ақ қосылармын еш нәрсе етпес. Белгілі мамырдан соң көп жүрмесін, тұз дәмін орта жүздің жеп жүрмесін, жалғызы тобықтының дұшпандары рахымсыз, бауырсыз ел деп жүрмесін. Қош баба бата бер деп түрегелді, Құдай сақтай көр деп бата берді, жөнелді күрең атпен сырылдатып, ажалға көпе-көрнеу байлап берді. Көкенай садақтатты дүрілдетіп, қақ жарды ердің қасын оғы жетіп, әйтеуір ұлы дене аман қалды, оң жақта Қарасаннан өтіп кетіп. Атының жалын құшып жүріп кетті, басына бір төбенің барып жетті, бір жеңін көйлегінің жыртып алып, аузына жарасының таңу етті. Ат қойды Құдайлап көп бозбала, ажалдан қақты ғой деп қақтағала, той қылып ат шаптырып ойнаймыз деп, жабылды үйге жүр деп бара сала. Қалқаман айтты, тоқта құрбыларым, жоққа есеп осы күнде менің барым, аямай елім оққа байлаған соң, кетер ме өлгенімше ойдан зарым. Ел қылып тобықтыны тұра алмаймын, ешкіммен ойнап күліп жүре алмаймын, өлерде аямады қайда аяйды, сендерге енді мойын бұра алмаймын. Соны айтып қамшы басты күрең атқа, қусада жеткізбеді жамағатқа, ұлы жүз Елібайда нағашысы жөнелді соған қарай Бұхар жаққа. Қалқаман сол кеткеннен кетіп қалды, халқына әнет бабаң хабар салды, жас шыға Қалқаманды іздейміз деп, тобықты ат жаратып дайындалды. 1723 жыл қазақ қалмақ атысқан мұны да біл, қалмақтың бастаушысы Суан Раптан өзі батыр соғысқа тым айлашыл. Шеп құрып соғысыпты қазақ қалмақ, қорқаққа оңай емес шепке бармақ, бабаңның 5 баласы садақ қашып, бұл соғыста қазаққа түсті салмақ. Қазақты ол ұрыста қалмақ алды, 3 есеннің 2-ін қырып салды, жеңілген соң тұра алмай сыр бойында арқаға қазақ ауып кетіп қалды. Осы жол бар қазаққа белгілі жол, ақтабан шұбырынды дегені сол, жаяу жүріп табаны аппақ болып, қорлық көріп қазақтың шұбырған ол. Сол себептен Қалқаман қалды ізделмей, іздемейін деген жоқ шама келмей, ол түгіл әнет бабаң көшкере алмай, тірідей дөң басында қалған өлмей. Тұқым бар Қалқаманнан осы күнде, шын болса ұлы жүздің жүрішінде, өздері Елібаймыз десе керек, білмейді кейінгісі бізді мүлде. Бар болса Қалқаманның нәсілдері, оқығын осы өлеңді талаптері, осында туысқаны Олжай бәкең, Семей Балат облысы тұрған жері. Қан Шыңғыс деген тауда тұрмыз бізде, егерде іздесеңдер сонан ізде, тобықтыда Құнанбай қажы десе, басты кісі біледі орта жүзде.